Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын синнабонный дайындаймыз. Оны дайындау үшін ең алдымен біз жылы сүтімізге ашытқымызды және бір шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Ол уақыт аралығында еріп тұрған сары майымызға қантымызды, жұмыртқамызды қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Кейін жаңағы көтеріліп тұрған ашытқымызды қосып, сүтпен араласқан барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап араластырасыздар. Осы массамызға шым-шым тұзымызбен електен өткізген ұнымызды қосып, жақсылап бір келкі қамыр болғанша илеп аламыз. Кейін қамырдың бетін жауып көтерілуге қойып қоямыз 1 сағатқа. Кейін көтерілгеннен кейін оны 4 бұрышты етіп жайып, бетіне ерітілген сары майды жағасыздар. Кейін майды жағып шыққаннан кейін корица мен қант араласқан массаны сеуіп шығып, қамырды осындай рулет қылып орап аласыздар. Кейін рулетті бөлшек-бөлшектерге бірдей етіп, осылай жіптің көмегімен кесіп алуға болады. Оны арнайы формаға салып, 15 минутқа көтерілуге қойып қоясыздар. Кейін 180 градуста духовкада 30-40 минут пісіруге болады. Оның аралығында бетіне жағатын кремін жақсылап, бөлме температурасында еріп тұрған майымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Оған творожный сырды қосып араластырып, бір келкі масса пайда болғанша араластырып шығасыздар. Осы кремді булочканың бетіне жақсылап тұрып жағып шығасыздар.